Жолдың бойына болмаса бір жазық далаға дәрет сындырудан әсіресе ер адамдар сақтаныңыздар. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл нәрселерден өте қатты тыйған. Енді бір оқиғаны мен сіздерге айтып берейін. Бір күні бір жігіт дем салуға келді. Мен досыма, қари досым бар, соған келді. Сөйтсек жын кіріп кеткен екен. Енді оған жын қалай кірді деп сұраған уақытымызда жыннан сұрап жатырмыз. Үйлену той болған, сол кезде далаға келіп дәрет сындырған. Сөйтсе дәрет сындырған уақытта жынның үйіне дәрет сындырып жіберген екен. Сөйтіп ол жігітке дәрет сындырып жатқан жеріне кіріп кеткен, кек алу мақсатында. Сөйтіп жаңағы жігіт айтады, үйлену тойынан кейін мен есімді білмеймін дейді. Бар есімді білем, өмірде есімді білем, бірақ түнгі оқиғаға уақыт келген уақытта, түнгі жаңағы жұмысқа келген уақытта есімді білмеймін дейді. Сол үшін осындай бір сәтке түсіп қалмау үшін әсіресе ер адамдар көшеге бір сапарға шыққанда, болмаса көшеде жүргенде көшеге, жазық далаға дәрет сындырмаңыздар. Арнайы дәретханаға барып дәрет сындыруды ұмытпаңыздар. Ұстаз сиқыр жасайды ау деген адамнан қалай қорғанамыз? Осы адамдардан қорғану бізде екі түрлі жағдаймен. Біріншісі, ешқандай конфликтке келмейміз. Ол адамды провокацияға түсірмейміз. Яғни біз ол кісімен конфликтке түсіп қалсақ, ол сізге сыртыңыздан күлуі мүмкін. Ехидный күлкі дейді ғой. Сізге сиқыр жасау оған проблема емес. Егер шынымен сол нәрсемен айланысып, сол нәрсемен барып келісіп жүрсе, ол адамға проблема емес. Екінші нәрсе, сіздің туысқаныңыз болсын, жақыныңыз болсын, мүмкіндік болса, аға көке, сенікі дұрыс, сенен жақсы адам жоқ, сен молодец деп осылай отношениені ақырын алыстатып үзу керек. Және осындай адамдардан келетін, өзімен өзі алып келетін неше түрлі түсініксіз подаркілері болса, болмаса тамақтары болса, бір нәрселерді ұстауды немесе қарап көрші, ұстап көрші деп берілетін нәрсе болса, барынша сақтанғаныңыз өзіңіз үшін абзал. Мынау социальный желі дамымай тұрған кезде суреттермен жасайтын болған. Қазір ол қиын емес. Біреудің Instagram парақшасын алып, апарып көрсетіп жібере салады, болмаса WhatsApp-ына осылай жасалынады. Қазір киіміңізді жаңағындай кісілер берші, киіп көрейінші маған берші, болмаса бір заттарыңызды, аяқ киімдеріңізді алып кетіп жатса, онда абайлағаныңыз абзал болады. Бұл енді мен жасағам. Білмеймін қайтып жасағам.